Құрметті тыңдарман, Аустралияда нең бар еді құлыным, жалғасы 6 тарау. Солтүстікте адам баласының өсіп өнбейтіні неліктен екен деп ойладым. Солтүстікті мекендейтін қай халықты алып қарасаң да селдіреп қалған. Ненецтер, чукчалар, хантлар, сақалар, эскимостар барлығы да аз халық. Ыстық жаққа қарай адам көбейе береді. Бір Үндістанның өзінде халық саны миллиардтан асып кетті. Қытайда да солай. Пакистан, Бангладеш, Малайзия, Индонезия, Иран, Түркияда осындай жағдай. Ал соншама жерде бұл жақта миллионға да жетпейтін адам тұрады. Қазақтарда әупірімдеп әзер көбейіп келеді. Бұған ашаршылық, соғыстың тигізген зияны көп болды. Ал қазір жігіттер аз, қыздар көп. Қаншама әйел баласы тұрмыс құрып, бала сүйе алмай жүр. Обал, амалсыз шетелдіктердің етегінен ұстауда. Енді олар арабты, түрікті, қытайды көбейтетін болады. Қазақты емес. Біздің кең байтақ жерімізде ең аз дегенде 40 миллион қазақ болса ғой шіркін. Таңертең киттің етін жедік. Бұл жақтың климаты қатал, өмір сүру қиын. Жылы жақтарға көшу туралы ойламадыңыз ба деп сұраймын отағасынан. Біз жылы жақта өмір сүре алмаймыз. Ата-бабам бұрыннан осылай өмір сүрген. Мен де менің балам да осылай өмір сүретін болады. Кит, морж, бұғының еті біздің тамағымыз. Олар болмаса біз өмір сүре алмаймыз. Ақ қар, көк мұзсыз қалай эскимос болуға болады. Бізге осы өмір ұнайды дейді ол. Мен Данияда оқыдым. Жоғары білім алдым, бірақ маған ол бір өмір ұнамады. Қазіргі заманғы қалалар адамды құртады. Бетон үйлер, шыны терезелер, жердің өзі қап-қатты, қаптаған машиналар, тынысың тарылады. Кеңістік жоқ, өмірдің демі сезілмейді. Адам табиғаттың бір бөлшегі, ол қоршаған ортамен етене араласып өмір сүру тиіс. Мал бағып, балық аулап, құс атып, кең даланың суығына тоңып, желіне қақталып жүрмегеннен кейін оның несі өмір дейді. Есіме дәл осылай істеген бір қазақ жігіті түсті. Ол туралы елде жүргенде Моя планета арнасынан көрген едім. Ол да осы эскимос секілді бала кезінде далада өскен. Мойынқұмның ыстық құмын табанымен басып, күніне күйіп, жерін сүйіп өскен. Ер жетіп оқу оқып, кәсіп ашып, байып Лондонға көшкен. Ол жақта 5-6 жыл тұрғаннан кейін бәрін сатып, жақсы жұмысын, қызметін тастап, туған жеріне көшіп келген. Қазір сол баяғы туған жерінде Мойынқұмда үйір-үйір жылқы, табын сиыр, бір отар қой ұстайды. Атқа мініп жүреді, шапан киіп алған, ішкені қымыз, айран, жегені қазы-қарта, құрт, төбет иттер асырайды. Сіз басқа жұрттар армандайтын биікке шықтыңыз. Соның бәрін қалай қиып тастадыңыз деп сұрақ қойды журналист. Мен бұрын өзімді шынында да арманыма жеттім деп ойлап келіппін. Бірақ мен ол өмірге көндіге алмадым. Жатсам тұрсам есімнен туған жерім, балалық шағым, өткен кең далам кетпеді. Бір күні бәріне қолымды бірақ сермедім. Арманыма мен енді ғана жеттім деп жауап берді ол. Сол кезде мен де ойланып қалған болатымын. Кімге болсын өзінің туған жері, өскен мекені ыстық. Бірде солтүстік шұғыласын көрдім. Аспанды қызылды жасылды, сап-сары, көкпен көк от жайлап алды. Билейдай келіп неше түрлі түске айналып, біресе ұзарып, біресе кішірейеді. Тоза оттары жанып жатқан секілді. Әлде жұмақтың жарығы ма? Алла тағала ұзаққа созылатын полиярлық түнде бұл жерде не болып жатыр деп сіріңкесін жағып қарайды ма екен? Не нәрсені болмасын ең алғаш көргенде қатты әсер аласың. Сондықтан қызықтап, көбірек қарап қаламын. Ал эскимос досым басын бұрып қарамайды да, тамағын ішіп алып ұйықтайды да жатады. Эскимостар морж, кит аулайды. Халықаралық ұйымдар оларды аулауға ұлттық тағамдары болған соң тыйым салмаған. Осындай бір кит аулау сапарына мен де бардым. Көк кит әлемдегі ең үлкен сүт қоректі. Оның ұзындығы кейде 33 метрге жетеді, ал салмағы 150 тоннадан асады. Көз алдыңызға 2,5 мың адамды келтіріп көріңізші. Міне осыншама адамның салмағы
бір киіттің ғана салмағы. Ол африкалық пілден 30 есе үлкен. Осыншама денен ұстап тұру үшін оған күніне миллион калория керек. Тілінің қалыңдығы 3 метрге жетеді. Салмағы бір пілдей. Ал жүрегі туралы айтайын ба? Оны тек өз көзіңмен көру керек. Бұрын Арктикада 250 мыңдай киіт болған екен. Қазір 10 мыңдай ғана қалыпты. Негізі киіттер бұрын құрлық жануар болған деген сөз бар. Оған дәлел сойғанда қолтығынан аяққа ұқсайтын мүшені көруге болады. Көк киіт барлық мұхиттарда жүзіп жүре береді. Мұхит деген оған шағын бір көл секілді. Бұл жаққа қыс түсіп су қатқанда жылы жаққа қарай кетіп 4 айға дейін ештеңе жемей жүре алады. Киіттер бір-бірімен сөйлеседі. Олардың шығарған дыбыстарын 2000 шақырымда жүрген бауырлары естіп көмекке келеді. Бірде мен 10 шақты эскимос 2-3 үлкен қайықпен ашық теңізге шықтық. Күн ашық, теңіз тыныш болды. Жағалаудан ұзап кеттік. Бір айдай жүрдік. Бір уақыт алдымыздан мұз басқан жер көрінді. Бұл Арктика еді. Солтүстік мұзды мұхиты. Соған дейін келдік. Есіме Антарктика түсті. Енді міне жердің екінші шетіне шығып кетіппін. Қайран дүние десейші, қайда шырқап кеткенмін. Осылайша жүзіп отырып кетіп бара жатқан киіттер шоғырын аңдыдық. Көрсек қуып жетіп алмақпыз. Жетіп алсақ бастары үшкір темір найзаларымызды денелеріне дәлдеп атпақпыз. Найзаның екінші шеті арқанмен қайыққа байланып тұрады. Жүзіп әптен көздерімізді үзе бастағанда қайықтың еденіне құлаған қойып тыңдап отырған эскимос бірдеңе деп қуана түрегелді. Келе жатыр деді ол қуана. Киіттердің шығарған дыбысын осылайша естіп қойды. Қай жақта екенін де дәл анықтады. Қол сілтеген жағына тез-тез жүзіп бердік. Бір уақытта алыстан 5-6 мақұлық көрінді. Қыр-қыр етіп фонтандарын атқылап барады. Қуып жетіп алдық. Кішіректеу келген біреумен қатарласа бере үшкір найзаларымызды дәлдеп лақтырдық. Біреуміздікі дәл тиді. Киіттің шыңғырған дауысы шықты. Байғұс аласұрып тулай бастады. Судан атып шығып қайта құлағанда таудай толқындар пайда болды. Қайғымыз аударылып кетуге сәл-ақ қалады. Маңайдың бәрі қып-қызыл қан болып барады. Киіт жайдан жай беріле салмайды. Кімге болсын жан тәтті емес пе? Киіттің артынан қуа бердік. Ақыр бір жерге келгенде киіт те әлсірей бастады. Қаны азайып күші кетіп жан тапсырды. Бірден жанына бара алмадық. Бірнешеуі қоршап алып кетпей тұрып алды. Тұмсықтарымен түртіп қояды. Жүрсейші, не болды саған дейтін секілді. Ақыры күдірлерін үздау деймін. Біртүрлі дыбыстарын шығарып, әрі қарай жүзіп кетті. Қайықтарымызға байлап сүйретіп алып келдік. Жағаға алып келгенде таудай болып жатты. Дүниедегі ең үлкен мақұлық балық деп ата-бабаларымыз көрмесе де қалай дұрыс айтқан. Киітті тезірек сойып алмасаң ол бұрышып саси бастайды. Денесіне жиналған газдар кішігірім жарылыс та жасайды. Сондықтан оны тез бөлшектеп сойдық. 20-30 адам бір жұма жүрдік. Ет тау-тау болып үйіліп қалды. Бір ауылды бір жыл асырайтын ет шықты. Міне молшылық қайда жатыр. Тамақ көп, қарын тоқ, уайым жоқ. Енді эскимос құтырмағанда кім құтырады? Көп кешікпей кететін күнде туды. Бір күні қонақ үйдегі өмірімде шаршап келіп ұйықтайын деп жатқанмын. Күні бойы қонақ үйдің алдында қарды күредім. Біреу жүгіріп келіп есікті қатты-қатты дүрсілдетіп ұра бастады. Не болып қалды екен деп зәрем қалмады. Жылдан барып есікті аштым. Эскимос досым тұр, шаламас. Улустар келді, улустар деді ол. Қуанып кеттім. Улус дегені орыс екенін бірден түсіндім. Екеуміз жүгіріп түнгі барға бардық. Орысша сөйлесіп жүрген матростар көзіме оттай басылды. Амандасып таныстым. Қонақ еттім. Біраз іштік. Ішкен адамның көңілді болып кететіні белгілі. Бір-бірімізді құшақтап Катюшаға бастық. Жағдайымды айтуға ұрымтал сәтті күтіп отырмын. Бұл жақтан неғылып жүрген жансың деп сұрар. Сол кезде айтармын деп ойлап қойғанмын. Ақыры менің жағдайымды сұрай бастады. Елден жырақта жүрген бейбақ едім. Құжаттарым жоқ, Қазақстаннамын дедім. Мені ала кетіңіздерші, ақша керек болса төлеймін дедім. Ақша дегенге елең ете қалды. Жарайды, командирге айтып көрейік. Біраздан кейін шығамыз. Бізбен бірге жүр деді біреуі.
Bir Андрей деген матрос жерлесім болып шықты. Қазақстанда туылған екен, Павлодарда. Бірақ кішкентай кезінде әке-шешелері Ресейге қоныс аударыпты. Менен ананы мынаны сұрады. Жауап бердім, сенді. Туған жерін сағынатын секілді. Bir көрсем деп армандайды-ау деймін. Бірақ онысын ашық айтпайды. Екеуміз бір-бірімізді жерлес деп атап кеттік. Eskimosты жақсылап бір суардым. Ол менімен қатты-қатты құшақтасып қоштасты. Жолың болсын деді. Рахмет деп көзіме жас келіп, қимай қоштастым. Сүңгуір қайық. Сүңгуір қайықтың дөңгелек терезесінен сыртқа қарасаң, тек қана суды көресің. Анда-санда балықтарды көзім шалып қалады. Мені еш қайда шықпайсың деп шеттегі бір бөлмеге қамап тастады. Сүңгуір қайық әскери құпия нысан болып саналады. Жарғы бойынша оған бөтен ешкімді кіргізуге де, бортына алуға да болмайды. Бірақ жасыл қағаздың күші мықты. Жасыл қағаз бүкіл әлемді жүргізіп тұрғызып тұр емес пе? Кішкентай тар бөлмелер, іштері пысқан матростар, оларға басымнан кешкендерімді айтамын. Қызығып тыңдайды. Бірақ ешқайсы сенбейді. Нуты, Даеш, Казах деп бастарын чайқайды. Айта түссе екен деген ойларын көздерінен ұғамын. Оларды да түсінуге болады. Әңгіме тыңдаудан басқа ермек жоқ. Bir жағынан мені тыңдап, уақыт өткізгендеріне де мәз болатын секілді. Бұрын сүңгуір қайықтың қалай су астына бататынына түсінбейтін едім. Сүйсем ол су бетіне шығарда ішке сорып алған суын далаға айдап шығарады екен де, су астына батырда қайтадан ішіне су сорып алады екен. Судың салмағымен осылайша суға батады. Капитан жігіт Сақа әскерде қызмет еткеніне 25 жыл болып қалған тәжірибелі, ысылған беделді офицер. Солдаттар айтқанын екі етпейді. Далада түнбе-күнбе айыра алмайсың. Сағат күндіз күшті көрсетіп тұрма, түн күшті көрсетіп тұрма, ол да ұға алмайсың. Су бетіне шығуға орталықтан рұқсат болмаса тағы болмайды. Сенің қай жерде жүргеніңді дұшпан білмеу керек. Мүмкін Вашингтонның дәл қасында тұрған шығармыз. Мүмкін Лондонның. Оны капитан ғана біледі. Матростармен әңгіме дүкен таусылып, тар бөлмеде жалғыздан-жалғыз ішім пысып ойға беріліп жатамын. Есіме әжем түседі. 100-ден асып қайтқан әжем соңғы 20 жылында үйден шыққан емес. Bir бөлмеде намазын оқып, тәсбихін тартып отыра беретін. Теледидар көрмейді, радио тыңдамайды, қалай іші пысып жынданып кетпеген. Кейде бой жазсын деп домбырамды қағып жіберіп ән айтып беремін. Сәл сергегендей болады. Матрос Андрей мені жерлес деп жанашып жүреді. Тамақ әкеліп береді. Шай ішкім келсе айта қоямын, әп-сәтте жеткізеді. Менен Қазақстан туралы көп білгісі келеді. Ананы мынаны сұрайды. Білгенімше айтып беремін. Қазақша сөйлеңізші деп сұрайды. Қазақстан кең байтақ ел, халқы да жақсы, жомарт, мәрт, бай. Елімді сағындым. Енді ұқтың ба деймін. Бәрібір мені ешкім түсініп жатқан жоқ қой. Ойыма не келсе соны айта беремін. Не дедіңіз дейді. Сен жақсы жігітсің. Қазақ пен орыс ғасырлар бойы көрші болып келе жатқан халық. Тамырымыз деймін. Иә деп мәз болады. Қазақстанға кел деймін. Туған жер ыстық болады. Келемін, өзімде туған жерімді бір көргім келіп жүр. Армиядан босаған соң міндетті түрде барамын дейді. Менің адресімді жазып алды. Енді ән айтыңызшы деп сұрайды. Бала кезімді қазақтың барлық әндерін жаттап алуға тырысатынмын. Кейін домбыра үйрендік, ән айтатын болдық. Бірақ жасыңа жас қосылған сайын күнделікті тірлік ақырын барлығын ұмыттыра бастайды. Сонда да болса тасқа қашап жазғандай, миыңның бір түкпірінде мәңгі өшпес болып жазылып қалатын әндер болады. Соның бірі Сәкеннің «Тау ішінде» әні. Мен келем тау ішінде түнделетіп, аймақты күңірентіп, өлеңдетіп, астымда ақбоз атым сылаң қағып, жалтақтап құлақтарын елеңдетіп. Ақбоз ат менің тұлпарым, шалқыған көңіл сұңқарым, көкірек керіп жұттым мен ауаның жазғы жұпарын. Ай, сұмбыл шаш, тәтті сөзің, қара көзің, білгейсің келгенімді жалғыз өзің. Екі қолымды сәл көтеріп, опера айтып тұрған адамдай болып, шырқай жөнелемін. Жауынгерлер ән тыңдауға жинала қалады. Капитан да келеді. Браво, хорошо поэта, еще давайте деген дауыстарды естимін. Канаданың солтүстік арқылы жүздік. Солтүстік магниттік полюстен өттік. Берник бұғазы да артта қалды.
Камчаткадағы Петропавлда су бетіне шықтық. Осында түсіріп кетті. Камчатка қиыр шығыс, күн суық. Охот теңізі буырқанып жатады. Ресейдің осы өлкесі әлі адам аяғы баспаған тамаша жер. Табиғаты керемет, әдемі. Олкандар елі. 140 жанартау бар. Оның 30-ы лапылдап жанып, аспанға отын шашып жатыр. Сұйық лауа атылғанда 300 метрге дейін жетеді. Еуразиядағы ең биік жанартау Кличевская сопка осы жерде. Ол соңғы 300 жылда 55 рет атқылапты. Таудың басынан, пештің мұржасынан шыққан секілді түтін шығып жатыр. Анда-санда бірдеңе көрете қалады. Камчаткада гейзерлер көп. Табиғи ыстық сулар фонтаны әлемде 3-ақ жерде бар. ақш-та, Исландияда, сосын осы жерде. Жер астынан ыстық сулар атқылағанда 40 метрге дейін жетеді. Балық аулап жүрген аюларды да көптеп кездестіруге болады. Бұл жақта өзбектер, қырғыздар жүр. Мені бірден қатарларына қосып алды. Құрылыста істеп біраз ақша таптым. Бір байдың коттеджін салдық. Қожайын ірі денелі семіз орыс. Қалалық әкімшілікте істейді. Сондықтан милиция тексеріп мазамызды алмайды. Жұмыс көп, бірақ жергілікті орыстар жұмыс істегеннен гөрі арақ ішіп бос сандалып жүргенді ұнатады. Байларды жек көреді. Олардың бәрін ұры арам көреді. Үйлерін өртеп те жібереді. Олардың ойларынша барлық адамдар бірдей тұру керек. Ешкім ешкімнен артық емес. Сыйлағаның құлы бол, арақ құйды ма іш. Әйтпесе сен мені сыйламағандығың. Өздері таң атпай мас болып жүреді. Сендердің жүрмейтін жерлерің жоқ екен деймін қырғыз жігітіне. Аустралияда бір қырғызды көрдім, оңтүстік Америкада бір қырғыз қалды. Сен жүрсің мына жақта. Ол күледі де қояды. Атым Манас. Оу қырғыз, Кенесарының басы қайда деп тисем кейде. Мен қайдан білейін дейді. Кейде ән айтады, алыстағы елі туған жері еске түсіп, сағынып, сарғайып жүрау деп ойлаймын. Көңілімде біраз жатталып қалыпты. Асыл бер тұқым мінгенің, салқын 4 шай болып жүргенің, еріктің жылқы қайтарып ба, қайдасың келшей сүйгінім. Мен де жылқышы, сен чапан, айтатын асым бар саған, шаныма неге келмейсің ай, арманың болсам аңсаған. Не едіңдей осы жайлауың, чоқ екен батыл байламың, сыртымнан ойнай бергеніңше, батылдау болсай бойдағың. Мен болсам егер арманың ай, түспейді неге қармағың, келіп бең жылқы қайтарып па, қайдасың келшей сүйгінім. Бұл жаққа келерден бұрын Мәскеуде жұмыс істепті. Бұл жақта ақшаны көбірек төлейді деген соң осында келген. Ай сайын еліне ақша салып тұрады. Бұндағы отбасында асырап отыр. Бұнда екінші әйелің барын бірінші әйелің біле ме? Жоқ, бірақ кейіннен білетін болады, алып барамын. Бәйбіше тоқалдың ортасында жүрмексің ғой, қу неме. Енді не істейін, жағдай осылай болды, бір жөні болар дейді ол. Өзбектің аты Акрам. Демалыс күні барлығымыз демаламыз. Сол кезде өзбек бақыртып, өзбек әндерін қойып қояды. Сонда бір байқағаным, өзбек әндерінің екі сөздің бірі мехнет болып келеді. Мехнет еңбек деген сөз. Ала тақиясын киіп алып, ала шапанын жамылып алып, кетпенін арқалап, жер қопарып жүрген диқан елестейді көз алдыма. Өзбек еңбекқор халық. Ұлтырақта жерде 30 миллион өзбекке күн көру оңай дейсің бе? Үйінің алдындағы алақандай жерден бала шағасына жететін өнім алып, артығын базарға алып шығатын. Жер емген халық. Көретіні тек өзбек сериалдар. Бас кезінде бір түрлі қарап жүрдім. Ақырын қызығып қарай бастайды екенсің. Бітпейтін сериалдар. Назар аударып мұқият тыңдасаң түсінесің. Ар юлкада бор екен, бұ дарудыр алам. Мен езіп қойды бұндай оғырғам. Күнлар санап, балдай юрак бағрим хон. Келмәгәйник юмән, кеткәнник армун. Тамақты жақсы істейді. Палаудың неше түрін жедік. Әйелді тамақ істеуге жолатпайды. Әйел істеген тамақты харам дейді. Қырғыз бен қазақ ошақ басына жолауды намыс көреді. Тамақ істеу әйелдің міндеті деп санайды.
Қазақ әндерінде серлік, жастық шақпен ғашықтық, махаббат көбірек жырланады. Тер төгіп еңбек еттім, бейнеттен белім қайысты демейді қазақ. Бұл оның жалқаулығы емес, өмір сүру дағдысы сондай. Кең байтақ жерде халықтың мінез құлқында белгісін қалдырған. Қазақтың кең, ашық, жомарт болатыны сондықтан. Басқа халықтарға қарағанда қазаққа күн көру оңай. Ал Карл Маркс айтқандай, тұрмыс сананы билейді. Көрші тұрған халықтар болсақ та айырмашылықтар бар. Енді 100 жыл тіптен басқа халықтарға айналатын шығармыз. Мен отты жер аралында жүргенде күн Тынық мұхитына батып бара жататын. Бұл жерде күн Тынық мұхитынан шыға келе жатады. Бір күні барлығымыз қыдырып теңіз жағасына бардық. Охот теңізі буырқанып, көбіктеніп жатыр екен. Жағада морждар жүр. Олар бір-біріне тығылып жағада күні бойы күніге қыздырынып жата береді. Еркектері ұрғашыларын мұқият күзетеді. Гареміне басқа жақтан біреу келсе, өлгенше төбелесуі бар. Қайтсе де қуып жібереді. Түрлері де қызық. Аяқ біткен 1 тонна май секілді. Ауыздарын айқара ашып, кеуделерімен бір-бірін әптен қан болғанша соққылайды. Ұзын найзадай тістері кіріш қадалады. Қан жоса болады. Тағы бірде тау жаққа бардық. Күрілдеп аққан өзендер. Ағаш көп, биік тауларда баршылық. 2 таудың бірінде жанартау атқылап жатады. Төменге қарай ағылған ып-ыстық лауалар көрінеді. Ыстық гейзерлерге халық көп түседі. Жер астынан ып-ыстық болып атқылап жатқан гейзерлер дайын ванна. Әсіресе емдік қасиеттер көп дейді жұрт. Неше түрлі ауруларға ем. Алыстан қоңыраюлар көрінеді. Олар өзеннің ортасында тұрып алып, балық аулайды. Жазды пайдаланып, балыққа тойып, май жинап алмаса, ұзаққа созылатын қыстан аман-есен шығуы екіталай. Мен жақынырақ барып көремін деп аюға жем бола жаздадым. Қызығып кетіп, таяу барып көргім келіп кетті. Тып-тыныш балық аулап жатқан аю бір уақытта мені көрді де бар күшімен маған қарай жүгіре жөнелсін. Әуелде қатты сасып қалдым. Не істеймін деп ойлап үлгіргенімше жаныма жақын келіп қалды. Енді тұра қашсам да жетіп алатын секілді. Айғай салып қаша жөнелдім. Сол кезде ғана бір кісі ағаш арасынан атып шығып, аспанға мылтық атты. Аю шошып кетіп, ағаш арасына кіріп жоқ болды. Жергілікті орыстар бізге жақтырмай қарайды. Бұлар қайдан жүрген адамдар, шұбырып бұл жаққа келетіндей, бастарына не күн туды екен деп ойлайтын секілді. Бірақ өздерінде жетісіп тұрғандар шамалы. Еркек біткенің барлығы алқаш. Әйелдер де олардан қалыспайды. Отбасымды қалай асыраймын деп бас қатырмайтын, жұмыс істемейтін, арақтан басқа ештеңен ойламайтын орысқа тигенше, арақты ауыздарын алмайтын, жұмыс істейтін, отбасын асырайтын, қорғайтын, азиатқа тигенім артық деді қырғыздың тоқалы Анна. Анна Мәскеудің қызы. Бірінші күйеуі араққа салынып кетіпті. Маған бала керегі жоқ деп тудырмапты. Манаспен базарда танысыпты. Орта азиялықтарға екінші әйел болып тиіп жатқан орыс әйелдер көп, дейді ол. Өзінің Манастан 2 баласы бар. Жергілікті халық азиатқа тиген әйелді кемсітіп, иттің етінен жек көреді. Бұндай әйелдің сыртынан неше түрлі боғауыз айтады. Бірде үлкен төбелес болды. Жергілікті ұлтшылдар біздің бұл жерден табанымызды жалтыратуымызды талап етті. Бізде аз күш емеспіз. Келсең кел деп қарсы шықтық. Бірнеше адам олардан да біздерден де жарақат алды. Олар біздің адам қатарында санамайды. Кемсітіп қорлап сөйлейді. Неше түрлі балағат сөздерді айтады. Қашанғы шыдап жүре береміз. Милиция қаптап кетті. Барлығымызды қамап тастады. Еліме енді жеттім-ау дегенде түрмеге түскенім жаныма қатты батты. Түрмеде саған ешкімде осы адам баласы екен-ау деп қарамайды. 4 кісіге арналған бөлмеде 20-25 адам жатамыз. Дем алуға ауа жоқ. Қапырық, сасық, өзіңе өзің ғана доссың. Әсіресе аузыңа сақ бол. Байқаусыз айтылған бір ауыз сөз өміріңе қауіп тудырады. Түрмедегі орыстар біздерді, азиаттарды қуана қарсы алды. Істейтін тірлік жоқ, еріккен, іштері пысқан. Енді жаңа әңгімелер, жаңа жаңалықтар естиді. Әлсіздерді қорлайды. Бұл жерде неше түрлі адамдар отыр. Бізден ананы мынаны сұрайды. Бірдемені байқамай ағат айтып қойсаң, қармаққа іліндің деген сөз.
Өмір бойы артыңнан қалмайды. Тиісуге, ұруға, қорлауға себеп таба кетеді. Бірақ біз бәріміз жуымызды жазбай, бір-бірімізді тастамай, қорғап, қолдап жүрдік. Осы өркениетті деген елдердің бәрінде де түрме бар. Онсыз болмайды да, бірақ олар үй секілді болады. Жинақы, таза, барлық жағдай жасалған. Ең бастысы, сенің адамдық ар-намысыңа, абыройыңа ешкім нұқсан келтіріп, аяққа таптап қорлай алмайды. Ресейде басқаша. Түрме Сталин заманынан бері келе жатқан қылмыскерлердің ешбір өзгермеген ордасы. Түрменің жазылмаған өз заңдары бар. Бірде Сергей деген бір орыспен қатты шекістім. Жасы менімен қатарлас. Бұл жерде ол әйелін өлтіріп, денесін пышақпен бөлшектеп, лақтырып тастағандығы үшін отырған болып шықты. Bir қарағанда сондай зұлым екендігі байқалмайды. Бәрі де арақтың кесірі дейді ол. Арақ іштік, ұрыстық. Ары қарай не болғанын білмеймін деп ақталғысы келеді. Сол мені өзіне қолбала қылып алмақ болды. Бір-екі рет адамгершілігін ұстап, айтқанын істей салғанмын. Енді байқасам, ананы істе, мынаны әкел деп көбейіп барады. Ей, Серега, ты что, мне пацанам сычать что ли? Кончай давай деп ескерттім. Жоқ, қоймайды. Енді бірде, ей, казах, ты что, крутой что ли? Чай пресни міне дейді. Ой, әкеңнің, жыным бұлай ұстамас. Жанына жетіп бардым. Барған бойда отырған жерден көтеріп алып, басыммен маңқасынан бір салдым. Қан бұрқ ете қалды сүмелек. Ешкім араласпады. Қан жоса қылып тепкіледім. Енді менен басқалары да аяқтарын тарта жүретін болды. Бұл жерде күшті ғана сыйлайды. Күшті болсаң сыйлайды. Әлсіз болсаң ерттеп мініп алады. Александр Солжентис түрме айдауды тұтқынның қалын архипелаг Кулак кітабында өте нанымды суреттеген. Өйткені ол бұның бәрін өз басынан өткерген. Бірақ одан бері 50 жыл өтсе де сол өмір бір мысқылға да өзгермепті. Біз бұл жерде ұзақ болған жоқпыз, сондықтан көбірек ештеңе айта алмаймын. Совет одағындағы барлық атақты қылмыскерлер отырған аты шулы Магадан, Анадыр осы жақта. Халық жауы деген жаламен сотталғандар да осы жаққа жер аударылған. Кезінде қазақтың атақты ақыны Мағжанның сүйегі Магаданда жатыр екен. Бұл туралы онымен бірге айдауда болған бір шал айтты деген қауесет те шыққан болатын. Біреулер іздеп барғанда еді. Шалың алжи бастады ма екен, әлде шын ба? Адам 3 күннен кейін тозаққа да үйренеді дейді ғой, білетіндер. Ақырын бұл жерге де көз үйрене бастадық. Басымызға іс түскенде ғана Құдайымыз еске алатын халық емеспіз бе? Оған да жалынып жалбарынып қоямын. Кейде есіме Мәди ақынның өлеңі түсіп кетеді. Абақты қатар-қатар болады екен. Ішіне жаман жақсы толады екен. Ішіне абақтының кіріп барсаң, көңілің су сепкендей болады екен. Қой, бүйтіп жата бергенше бір әрекет жасап көрейін деп шештім. Бір күні әжетханаға бардым. Оған да жалғыз жібермейді. Қарауыл ілесіп барады. Бізді шығар. Біздің жазығымыз жоқ. Сұрағаныңды береміз дедім сержантқа. Ол түріме бір қаратта кетіп қалды. Бастығына жеткізетін шығар деп мен жүрмін. Менің сеніп отырғаным, Гренландияда қайықты сатқаннан түскен ақшаның $1000 сол жерде кафе-ресторанда құртқан болатынмын. Жергілікті эскимостардың барлығын армансыз суардым. Жылы киім алдым. Мырза Байжан атандым. $1000 сүңгуір қайықтың капитанына бердім. Енді $1000 қалған болатын. Соны бердім. Барлығымызды босатып қоя берді. Бірақ барлығы бірдей парақор, шовинист емес, әйтеуір. Құдай деген адамдар да бар. Менің бір түсінгенім, барлық жерде де, егерде жағдайыңды дұрыстап айтсаң, қол ұшын беретін адамдар табылады. Бұл жерге ұшақ аптасына бір-ақ рет келеді екен. Мәскеуден Омбы, Якутск арқылы жетеді. Қайтарда да сол маршрут. Ақшам бар. Бар қаупім құжатымның жоқтығы. Құжатсыз сен барлық жерде де ешкім емес екеніңді баяғыдан білемін. Әсіресе құжатсыз ұшаққа ешкім де отырғызбайды. Пойызға жолсерікпен келісіп отырасың ау. Ұшаққа отыра алмайсың. Ал бұл жаққа пойызда жеңіл машинада келмейді. Кеме қатынайды, бірақ жолды ұзартып, уақытты жоғалтып нем бар.
Кетерімде жерлестерім бірі қалмай шығарып салды. Әуежайда ұшқышты аңдып жүрмін. Бір уақытта келді-ау, жүгіріп бардым. Қазақстаннамын, осы жаққа қонаққа келіп едім, құжаттарымды жоғалтып алдым. Мені омбыға дейін ала кетіңізші, ақшасын төлеймін деп едім, келісе кетті. Жарайды, бірақ біраз жүктер бар, соны артуға көмектесесің деді. Қуанып кеттім. Қанша ауыр жүк болса да көтеруге мен дайынмын. Ұшақ Якутскіге қарай ұшып келе жатыр. Осы жерде менің есімді қатты шығарған бір оқиға болды. Кресломда жайғасып алып, көңілім орнына түсіп отырғамын. Сізді ұшқыш шақырып жатыр деді. Неге шақырды екен? Әлде берген ақшам аз болып қалды ма екен деген неше түрлі ойлар келіп кетті басыма ұшқыштың кабинасына жеткенше. Есікті ашып кіріп келсем, ұшқыштар арақ ішіп отыр. Мәссаған зәрем ұшты, қорқып кеттім. Менің түрім бұзылып кеткенін байқады. Мынаған қалайсың деді, иегімен бір жартыны көрсетіп. Құй дедім. Қырлы стаканды шөпілдетіп толтырып құйып берді. Қағып салдым. Маңдайымнан тер бұрқ ете қалды. Қисалаңдап барып орныма отырдым. Басыма небір тәтті ойлар келіп, қиялдап жатып ұйықтап кетіппін. Келдік деген дауыс жүрегімді тулатып жіберді. Омбыны аралап көрдім. Шоқан оқыған жерде болдым. Омбыда Астананың 01 деген машиналар қаптап жүр. Бір қазақпен сөйлесіп едім, ала кететін болды. Оған өткен өмірімді айтып басын қатырып қайтемін. Бәрібір сенбейді. Құжаттарымды, ақшамды жоғалтып алдым дедім. Қазақстанға кіргеннен көңілім көтеріліп, жүрегім дүрс-дүрс етіп, қатты қуандым. Көзімнен жас пара-пара ағып келеді. Жүргізуші жігіт мынаның есі дұрыс па дегендей маған қарап қояды. Ол ештеңені де білмейді ғой. Солтүстік Қазақстан, ақ қайыңдар, Бурабайдан өткенде, Ақкөлге жеткенде бір жасап қаламын. Жол теп-тегіс, автобан. Көңілім құстай ұшып кетеді. Өйтпейші, елімді, жерімді сағындым. Балаларымды, жарымды сағындым, барлығын сағындым. Алыстан Астана көрінді. Осылайша 4 жыл 8 ай дегенде әлемді айналып шыққан тұңғыш қазақ ретінде елге келдім. 6 құрлықта, 4 мұхитта болыппын. Жан ұшыра үйге жеттім. Есік қақтым. Жүрегім дүрс-дүрс етеді. Сақал шашым өскен. Өзім апарықпын. Мені танымайда қоюы мүмкін ау деп ойлап қоямын. Әйелім ашты есікті. Ол мені көргенде ес-түссіз құлап түсті. Кейіннен білгенім, менен баяғыда күдерлерін үзіп, жаназамды оқып, денемді жер қойнына тапсырып қойыпты. Ұлым үйленіп, қызғалдақтай қызым тұрмыс құрыпты. Мен келді деп барлық туыс туған дос-жарандар жиналды. Австралияда нең бар еді құлыным деп шешем жылағанда, жиналған жұрттың бәрі қоса егілді. Құрметті тыңдарман, жалғасын келер санда тыңдайсыздар. Жаңа оқырмандар тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Құрметпен, Керек дерек арнасы.